биринчиден достук, кызматташтык жана ошондой эле баарлашуу аянтча болуп, анан жакшы бир келечекте ийгиликтерди алып келет деген ишеничтемин. Мен бүгінгі симпозиум қатысушысымын. Қазақстан Республикасынан Тараз қаласынан келіп отырмын. Номер 40-ші гимназияның. Мен алып келіп отырған жұмысым натюрморт жанрындағы пионы деп аталады. Қазақша атауы бұл гүлдің таушымылдық. Картина 3 этаптан тұрады. Майлы бояумен салынған жұмыс, фламандский техникада орындалған жұмыс. Маған бүгінгі іс-шара симпозиум өте қатты ұнады. Халықаралық деңгейде өте жақсы, тамаша өтіп жатыр. Маркалынан келдім. Өзім кесібім осы башталыш класының мұғалімі. Жемпетуағында ушул оқу жайын бүткөм. Азыр пенсиядамын. Мен өзім атайын алған, колөнерчілік бойынша алған білімім деле жоқ. Институт оқып жүргенде ішіне бар болчу түшүнүп. Негизи бул кийиз менен иштейм, курак курайм. Буларды мен өзім чоң апамдан, тайенемден үйрөнгөм. Ошол боюнча бүгүнкү иш-чара аябай жакты, мага аябай жакшы өтүп атат. Өзгөчө Казакстандан келген туугандар менен өтүп атканым мага аябай кубанычта болуп атам ошого. Ошо анан ушул кийизден накта койдун жүнүнөн жасалган, кийиздерден жасалган буюмдар ушул отургучка отурат, турушат. Анан курактын да мен түрлөрүн курайм. Бүгүн тилекке каршы көтөрө албайм да, кичинекей эле курак алып келдим. Бул этно курак. Мен курактардан жана орнамент шыртактардын оюсундай куракта курайм, бирок аларды алып келе алган жокмун. Сүрөттөрүн жиберген болчумун бул жакка. Рахмат. Мен Қазақстаннан, Түркістан облысы Қазығұрт ауданынан Жамбыл атындағы орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімімін. Киелі Қазығұрттан келіп отырмын. Қырғызстанға Ишаналы Арыпбаев атындағы университетке іс тәжірибемізді алмасу мақсатында көрме алып келіп отырмыз. Бұл көрмеміз керемет, жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Бұл жерде ұйымдастырған ұстаздарымызға алғысымыз шексіз. Бұл жерде мен алып келген жұмыстарым жас шәкірттерге өзіміздің қолымыздан тоқылған жұмыстарды алып келіп отырмын. Өзім мектепте жұмыс істегендіктен мектептегі 5-ші класстан бастап 11-ші классқа шейін осындай жұмыстармен айналысады. Бұл жанұяларына кішкене көмек ретінде сатылады, өздерінің еңбектерін бағалаған адам сатып алады. Жаңағы бизнеске де айналдырсақ болады деген ойменен